Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Алтын Ордада болған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің бұзақылық бабы бойынша. Ол іс бойынша екі фигурантты бірін-біріне кешірім арыз жазып, бір-бірін кешіріпті. Парковщик жігіттің аты Лесхан екен. Жигунов Николайды кешірген екен. Енді ол бойынша не деп айтамыз? Қазақтың сөзі бар ғой, алдыңа келсе әкеңнің құнын кеш деген. Сөйтіп кешірген көрінеді. Құн алды ма, алмады ма, о жағын мен нақты біле алмадым. Материалдық жағдайын түзеткен шығар, емделуіне, больницасына тиын тебен алуы да мүмкін, алмауы да мүмкін, о жағын білмедік енді. Мәселе мынада болып тұр. Дәл осындай төбелес Қарағанды облысы Теміртау қаласында болған. Сол бойынша 22 ақпан күні 2021 жылдың Аринова деген судья біздің екі бауырымыз, екі қазақты соттаған болатын. Ол біреу Бекжанов Жеңісбек Тұрдыбекович, 85 жыл туған, Бұтыбаев Рахымжан Алтынбекович деген 84 жыл туған екі жігітке екеуіне шаққанда 39 жылға соттап отыр. Біреуіне 20 жыл, біреуіне 19 жыл берді ғой, мен қателеспесем. Енді осы жағдай бойынша бұл жерде жәбірленушілер орыс ұлтының өкілдері Антонов деген. Төбелес кезінде 3-ші группа инвалиді болып, жаңағы повреждение, телесный повреждение средней тяжести дейді ғой, жаңағы. Сондай зақым келіпті денесіне. Сол бойынша бірақ судья болғанда тергеу органдары, полицияның тергеуі, прокуратура бар. Покушение на убийство қозғаған, өлтірмекші болды деп, төбелестің арқасында. Покушение на убийство, одан кейін ұлтаралық алауыздықты қоздыру деген бап бойынша, екі бап бойынша екі адамды 39 жылға соттап отыр. Сол бойынша енді біздің жоғарғы сот, прокуратура бар, бас прокуратура бар, генеральный прокуратура. Неге осындай орысша айтқанда двойной стандарт жасап отыр? Бұл іс бойынша да кешірімге, медиация дейді ғой, кешірімге келтіруге болады ғой екі жақты да. Жаңағы Антонов деген азамат кешірім бермей отыр екен екі азаматқа. 39 жыл екі адамға деген сұмдық қой. Бүкіл өмірін сол түрмеде өткізбекші, зонада отырады олар. Сол біздің қазақтар кешіре салады, өзге ұлттар кешірмейді. Соны айтайын деген ғой сіздерге.